Мысалға мен қазір ақырет жайлы айтсам, адамдар айтады да, ой, мынау тек ақыретті айта береді. Жоқ, мен осы уағызда ғана ақыретті айтып жатыр. Бізде проблема дін мәселесінде біз көбіне бір жақты қараймыз. Бір мәселені бір жақты түсінеміз. Мысалға біз уағыз, насихат кейде айтып жатқан кезде біз бір нәрсеге тоқталамыз да, өйткені бұл 1 минут, 2 минуттық уағыз ғой. Ол бүкіл мәселені жан-жақты қамтитын лекция емес қой, ол 1 сағаттық. Ол 1-2 минуттық лекцияда біз бір нәрсеге фокус береміз. Соған фокус берген кезде адамдар ойлайды, тек мынаны айтып жатыр, мынау басқа нәрсені айтып. Жоқ, біз сол уағызда соны айтып жатырмық. Мысалға мен қазір ақырет жайлы айтсам, адамдар айтады да, ой, мынау тек ақыретті айта береді. Жоқ, мен осы уағызда ғана ақыретті айтып жатырмын. Мен басқа уағызда басқа нәрсені айтамын. Сен менің бір уағызыммен маған пәтуа беріп, маған үкім шығара алмайсың. Ол бір. Екіншіден, осындай бір қате түсінік бар да, қазір мен ақыретті айтсам, осылар ақыретті айта береді дейді. Мен сенің үйіңде КТК-да, Хабарда, 31-де, Қазақстанда ақыретті айтып жатыр. Үйіңде ақырет айтып, көшеде ақырет айтып жатыр, телевидениеде, радиоға мінсең тағы да ақыретті айтып, мен тағы да айтып отырсам, сен айтсаң болады да, мыналар айта береді деп. Телеканалдың ешбірінде саған ақырет жайлы айтпайды ғой. Енді мен келіп саған дін маман, мен бір физика ақыретті айтып отырсам екен, математика ақыретті айтып отырсам, дін маманы келіп енді сәл өлгеннен кейін тірілу бар екендігін, соны бір ғылыми дәлел деп айтып жатсам, осырақ ақыретті айта береді деп. Ол демек сенің тыңдағың келмей отырған тақырып болып тұр да бұл. Сондықтан дұрыс түсінуіміз керек. Дін маманы дінді айтады. Діннің көп бөлігінде ақыретті айтады. Біз Библия емес қой, бұл ақыретті қамтылмаған. Тәурат, Інжіл бұрмаланған. Ол жерде ақырет таппайсың, дұрыс тарихи деректер. Ал Құран 100 амманы қарасын, соңғы 30-ші пара толықтай ақыретті.